Тәтті тағамдар әлеміне қош келдіңіз. Бүгін біз жаңа печенье түрін пісіретін боламыз. Сіз дәм әлеміне енуге дайынсыз ба? Ендеше біздің аспаздық саяхатымызды бастайық. Ең алдымен қамырды дәндейміз. Ыдысқа жұмсақ сары майды салып, тоз, қант қосып, кілегей болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы жерге жұмыртқаны қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майды құйып, қамырды тағы да араластырамын. Біркелкі масса шыққанша араластыру керек. Ұнға разрыхительді салып, араластырамыз және қоспаға саламыз. Қоспаға ұнды електен өткізіп салу керек. Енді ұнды сүзгіден аз-аздан сала отырып, қоспаға саламыз және венчикпен араластырамыз. Қоюлана бастағанда жай-жайдан қолмен илейміз. Қамыр өте жұмсақ болу керек, жақсылап араластырып илеу керек. Қамыр қолға жабыспайтындай болу керек. Қараңдаршы, менде өте жұмсақ қамыр болып шықты. Енді мен қамырды екіге бөліп, біреуін алып қоямын және екінші бөлігіне ұн саламын және тағы да илейміз. Бұл қамырға ұн қосқан себебім, қазір бұл қамырға какао қосамын және екеуінің консистенциясы бірдей болып шығу үшін. Міне әдемі қамыр шықты. Енді осы қамырды пакетке саламыз. Енді екінші қамырды алып, үстіне какао қосып, біртекті қамыр болғанша илейміз. Бұл қамыр дайын болғаннан кейін пакетке салып, екі қамырды демалуға холодильникке 10 минутқа саламыз. Қамырды аламыз. Енді жаятын уақыт келді. Жеңіл жайылу үшін ұн қоспаймыз. Ұнның қажеті жоқ. Енді бетіне пленканы қойып, жұқа қылып жаямыз. Шамамен 2-3 мм жұқа болу керек. Осы қамырды жайғаннан кейін шеттері сынған сияқты болып тұрады. Сол шеттерін кішкене формаға келтіріп жібереміз. Енді дөңгелек формасын беру үшін бөтелкенің крышкасын осылай үстінен барлық шетіне басып шығамыз. Осы кезде міндетті түрде балаларыңызды шақырыңыз. Оларға қамырды осындай крышкамен басу оларға қызықты әрі ұнайды. Міне дайын болды. Беті кеуіп қалмау үшін пленкамен жауып қоямын. Енді екінші қамырды да дәл сол тәсілмен жайып, дөңгелек формасына қажет жоқ. Егер көп қосып жіберсеңіз, маған осы әдіспен жайған ұнайды. Қамыр оқтауға мүлдем жабыспайды. Міне бұл қамырды да жайып болдым. Енді бұл қамырды да дөңгелек формасына келтіріп шығамыз. Қалған қамыр бөлшектерінде домалатып, қайттан жайып, дөңгелек формасын келтіріп шығамыз. Енді печеньені біріктіреміз. Ең алдымен ақтан бастаймыз. Ақ какао деп барлығын қойып шығамыз. Общий 8 болу керек. Соңында видеодағыдай айналдырамыз. Сол кезде ақтан бастағанымыз қарадан аяқталу керек. Міне осындай ұзын болады. Енді өзімізге қарай айналдырып, ақты қараның үстіне қоямыз. Дәл осылай пісіретін табаның үстінен бірден жасауға болады. Немесе жұмыс жасайтын столдың үстіне де жасауға болады. Барлығын осы тәсілмен істеп шығамыз. Бірінші ақты қойып, қараны қойып, соңында қарамен аяқталады. Енді өзімізге қарата ақты қараның үстіне қоямыз және лопатканың көмегімен противеньге қоямыз. Осылай екі тәсілмен жасасаңыз болады. Қараңдаршы, бізде осындай гүл печенье шықты. Енді қызып тұрған пеште 180 градусқа 12 минутқа пісіріп аламыз. Ең бастысы пеште көп ұстамау керек.
Қамырдың ақ бөліктері тым қызарып кетпеу үшін. Қалған дайындап қойған қамырларды дәл осылай пісіріп аламыз. Мінекей, печенье дайын болды. Адамның көзіне де әдемі көрінеді. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Тамақ пісіріңіз, бөлісіңіз және осы сәттен ләззат алыңыз. Печеньелер сіздің дастарханыңызды безендіруге және жақындарыңызға қуаныш сыйлауға дайын. Жаңа аспаздық видеоларда кездескенше.